Табыс артынан жаңа табыс келеді. Адамдардың көпшілігі өз жетістіктер мен сәтті қадамдарын түсінгеннен гөрі өз бойларындағы кемшіліктер мен сәтсіздіктерін көруге бейім. Бір мақсатқа жеткен соң бірнеше күн немесе апта бойы қуанып, алдымызға жаңа мақсаттар мен бағыттар қоямыз. Біз жеткен жетістігімізге қанағаттану сезімін тез алшақтаймыз. Уақыт өте мүлдем ұмытып кетеміз. Барлық назарымыз жаңа мақсаттар мен армандарға бағытталып, өткен жетістік сезімі үштігейлі жоқ болады. Осылай адам табыстың күшті энергиясын құр жібереді. Әлі де қол жетпегенге баса назар аударып, біз санадан тыс миымыздағы өзіміздің қалыптаспағандығымыз туралы ойды тудырамыз. Адам өзінің жеткен жетістіктерінің энергиясын пайдалану арқылы таңқаларлық жетістікке жете алады. Өкінішке орай оны өте сирек жасайды. Дәрістеріміз бірінің соңында маған бір әйел жолығып, «Джон, сіз қалай ойлайсыз, мен өз мақсаттарыма жетемін бе?» деп сұрады. Мен олар туралы айтып беруді өтіндім. Оның бірінші мақсаты жақсы үй сатып алу, екіншісі Англияға тұратын туыстарына барып мауқын басу, себебі 14 жыл бойы бір-бірін көрмеген екен. Ал үшіншісі бір адаммен қарым-қатынас құру. Ол жалғыз басты ана, қолында 3 баласы болғандықтан және өте қарапайым өмір сүргендіктен осы мақсаттар сол кездері оған қол жетпейтін болып көрінді. Бірақ менің дәрістеріме қатысу арқылы ол өзінің өмір сүру жағдайын жақсарту үшін ми күшін пайдалану тәсілдерін үйренгісі келді. Мен оны ми күшін пайдалану арқылы алдына мақсат қойған мақсаттарға жете аласың деп сендірдім. Осы жағдайдан кейін мен ол әйелді есіме алған жоқпын. Біздің алғашқы кездесуімізден 1 жыл өткенде ол маған телефон шалды. «Джон» деп қобалжи бастады. «Ол не болған, сіз ешқашан тауып айта алмайсыз. Мен қазір хауызы мен бау-бақшасы бар жаңа үйде тұрып жатырмын». Мен оған «Қуанышыңызға ортақпын» деп едім. Ол сөзін жалғастырды. «Мен 3 апта бойы Англияда өз туыстарыммен болдым. Ал ең бақыттысы, мен ғашықпын. Мен шын мәнінде ғашықпын». Әрине, мен онымен кездескім келді, бірақ бірнеше ай өткен соң ғана кездесе алдық. Ол мені әуежайда қарсы алып, біраз күн өткенде оның жүзі қуанышқан жайнады. «Джон, ми күші маған неге көмектеспейді?» деген сұрақ қойғанда мен таң қалдым. «Не себепті ми күші маған көмектеспейді?» деп қайталап сұрады ол менен. Мен өз құлағыма өзім сенбедім. «Мен қателеспесем, сіз жаңа үй сатып алғыңыз келді емес пе? Англияға барып туыстарыңызбен қауышып, жақсы адаммен қарым-қатынас құрғысы келген әйелсіз ғой, солай ма?» Ол маған ұялып қарады да, мен біртоға ұмытып кетіппін» деді. Ұмытып кетті. Оны қалай ұмытуға болады? Өте оңай. Сіз әрдайым осындай жағдайға тап боламыз. Ол бұрынғы мақсаттарына жетті, енді жаңа мақсаттар қойып, оларды жүзеге асыру бағытында жұмыс жасады. Оларды толыққанды қалыптастырмай, ми күші оған көмектеспейді деп шынайы сенді. Ол өзінің бұрынғы жетістіктерін өзіне тиісті ретінде қабылдап, оларды ұмытып кетті. Оның миы толыққанды жаңа мақсаттарға бағытталды. Біз өзіміз қалағанға баса назар аударып, бұрынғы жетістіктерімізді ұмытып кетеміз. Өзіңізде жоқ нәрсеге баса назар аударудың қажеті қанша? Бәріміздің өмірімізде сәтсіздікке ұшырайтын сәттеріміз болады. Өзіңіздің бұрынғы және қазіргі уақытта жеткен жетістіктеріңіз үшін өзіңізді марапаттай біліңіз. Кішкентай ғана жетістік болса да, өзіңізді мықты, сәтті және өзіңізді мақтан тұта алатын сәттерді іздеңіз. Кішкентай ғана жетістіктеріңізге риза болып, оны осы сәтті табысты сезіну үшін пайдаланыңыз. Бұл болашақта сізге жетістікке жетуге көмектеседі. Жаңа мақсатқа жету үшін жеткен табысыңызды мойындау өте тиімді. Мысалы, сіз жас режиссерсіз, сіз алдыңғы қатарлы студияны қолдануына ие болып жетістікке жеткіңіз келеді. Мойындау әдісін қолдану арқылы сіз өзіңіздің режиссерлік қабілеттеріңізде сенімділік сезінетін сәттерді іздей бастайсыз. Бұл сіз баяғыда түсірген шағын метражды фильмде болуы мүмкін. Сол кезде сыншылдардың айтқаны сөздерінде еске алуға болады. Сіздің фильм қызықты әрі болашағы бар деп берген бағасына да бойыңызға табыс сезімін оятады. Осы сәтте тоқтап, біз бөлшектерге аса мән беретініңіз есіңізге салыңыз. Сіздің фильмдерге қатысты түрлі адамдардың айтқан жағымды сөздерін есіңізге алыңыз.
Соңғы кездері жинаған биіктігіңіз бен прогресті мойындаңыз. Іздеңіз. Мен қайталап айтам, іздеңіз. Табысты деп танылған сәтті іздеңіз. Көзіңізге көрінгенді ғана мойындамай, барлығын мойындау керек. Бұл күлкілі немесе маңызды емес деп ойламаңыз. Сіздің өз қасиеттеріңіз де шынайы, сондықтан да оларды мақтан тұтыңыз. Табысты сезініңіз. Миыңызға жеткен табысыңыздан бірнеше минут ләззат алуыңызға мүмкіндік беріңіз. Бұл әдісті нақты бір мақсатқа жету үшін қолданбайды. Сонымен қатар жалпы табысқа жету үшін мақсатында пайдалануға болады. Дәл қазір 10 минут уақытыңызды бөліп, өміріңізде барлық жақтарына қатысы бар өзіңіздің мықты жақтарыңызды қағаз бетіңізге түсіріңіз. Мысалы, мен талғаммен киінемін, мен жұмыста сәттімін, мен бірегей тұлғамын, мен көп білемін, мен әңгімешілмін, мен жомартпын, мен суретті жақсы саламын, мен оптимистпін, мен автокөлікті жақсы жүргіземін, менімен араласу адамдарға жақсы әсер береді. Осымен тоқталып қалмаңыз, сіздің оң қасиеттеріңіз шексіз. Адамдар мені жақсы көреді, мен көп жұмыс жасаймын, мен өмірден ләззат аламын, мен жұбайымды сүйемін, мен үлгілі ата-анамын, мен отбасыма және достарыма көмектесемін. Жоғарыда мен өзімнің оң қасиеттерімді тізіп шықтым. Барынша толыққанды тізім жасаңыз. Ол кем дегенде 20 пункттен тұру қажет. Ұялмаңыз. Көз алдыңызға елестету үшін қағазға сеніңіз. Өзіңізді мақтан тұту үшін қанша себеп барын жазыңыз. Осы жаттығудың мақсаты сіз өзіңізді мақтан тұтуға толыққанды құқыңыз бар екенін түсіну. Бұл оң сезімдер болашаққа сәттіліктің негізі болатын табыс сезімін тудырады. Осы тәсілді кез келген мақсатқа жету жолында қолдануға болады. Сіздің ойыңызша қай қасиетіңіз қойылған мақсатқа жетуге жәрдемдесетінін ойлап, кем дегенде 10 пункттен тұратын тізім жасаңыз. Мысалы, сауда агенті болу мақсатында осы жұмыста сізге қажет болатын қасиеттеріңізді өзгелерден ерекшелейтін қасиеттеріңізді тізіп шығуға болады. Сіздің тізіміңіз келесі қасиеттерден тұруы мүмкін. Мен игілікті адаммын. Мен адамдардың тіл табыса аламын. Адамдар мені жақсы көреді. Мен адамдармен жұмыс жасай аламын. Мен сауда адаммын. Мен бұрынғы жұмыс орнында жұмысымды жақсы атқардым. Мен адамдарды көндіре аламын. Мен дарынды адаммын. Мен талғаммен киінемін және сырт келбетім жақсы көрінеді. Мен жинақымын. Мен көп жұмыс жасаймын. Мен қойылған мақсаттарға қол жеткіземін. Егер де осы тізімді жасамасаңыз, онда әңгімелесуге барғанда осы орын менікі болады деп үміттеніп барсаңыз болады. Бұл жағдайда осы орынды алу үшін тиісті дайындыққа ие екеніңізге сенімді болу керек. Табыс артынан жаңа табыс келеді. Ал сіз көп салаларда жетістікке жеттіңіз. Жеткен табыстарыңыздан шығатын энергияны қаншалықты сезінесіз? Соншалықты сырттан табысты өзіңізге тартасыз. Сондықтан да осындай тізімді құрыңыз. Өз миыңызды қуаттандырыңыз. Жігермен жұмыс жасаңыз. Белсенді өмір сүріңіз. Өз құндылықтарыңызды төмендетпеңіз. Әрдайым өзіңізге сеніңіз. Жоғарыдан сый күтпеңіз. Джон Леннон айтқандай, болашақты осы күннен жасаңыз. Өз құндылығыңызды мойындаңыз. Тағы да мойындаңыз. Сана шынайы өмірді жасайды. Ал сіз өз санаңызды жасайсыз.